Баршаңызға сәлем. Қозғалыс тіршілік иелерінің негізгі қасиеттерінің бірі. Олардың қаншалықты жылдам қозғалуы, олардың денесінің құрылымына және өмір салтына байланысты. Біз бүгін сіздерді жер бетінде, суда және аспанда өмір сүретін тіршілік иелерінің ең жылдам және баяу өкілдеріне көз салуға шақырамыз. Құрлықтағы ең жылдам жануар бұл қабылан. Табиғатта оны Африка мен Таяу Шығыста кездестіруге болады. Қабылан өз денесінің ерекшеліктеріне байланысты бір орыннан 3 секунд ішінде сағатына 110 км жылдамдыққа жеткізе алады. Бұл тамаша спринтер. Оның жіңішке, арық денесі, іс жүзінде май қабаттары жоқ. Сонымен қатар, қабылан кең кеудеге және үлкен өкпе сыйымдылығына ие. Бұл қарқынды жүгіру кезінде тұншығып қалмауға мүмкіндік береді. Бұл жылдамдық жануарға аң аулау үшін қажет. Азығы қабыланнан қысқа қашықтықта қашып құтылу мүмкіндігі жоқтың қасы. Бірақ бұл жыртқыштар ағаштарға өрмелеуді білмейді. Алайда бөкендер де шыға алмайды. Сондықтан бұл қабыланды мүлдем мазаламайды. Аң аулау мүмкіндіктерінің арқасында қабыландар көне заманнан қолға үйретіліп, аң аулауға пайдаланылды. Үндістан, Мысыр, Парсы билеушілерінде аңшылық мысықтары болған. Жалғыз қиындық қабыландар тұтқында көбеймейді. Сондықтан оларға үнемі жаңа жануарларды аулауға қолға үйретуге тура келеді. Ең баяу омыртқалы жануар жалқау. Оның басты қағидасы күшті үнемдеу. Жалқау өмірдің көп бөлігін ағаштарда өткізеді. Олар ұзын қисық тырнақтарымен бұдақтарға ілініп тұрады. Бұл жануарлардың негізгі қорегі жасыл жапырақтар. Олар төмен калориялы және ұзақ уақыт қорытылады. Жалқау түскі асты 90 сағатқа дейін қорыта алады. Сондықтан алған қуатын үнемдеуге мәжбүр. Олар ағаштар бойымен минутына 3 метр жылдамдықпен қозғалады. Аптасына бір рет дәретханаға бару үшін минутына 1,5 метр жылдамдықпен төменге түседі. Эволюция үрдісінде сүтқоректілерде болатын маңызды бейімделу механизмдерінің бірі көп энергияны қажет ететін жылуды реттеу жүйесінен бас тартты. Бұл олардың тіршілік ету ортасын шектейді. Олар тек тропиктің ыстық климатында өмір сүре алады. Аспан тұрғындары арасында бірінші орынды сапсан мен ине құйрықты қарлығаш бөліседі. Ине құйрықты қарлығаш көлденең ұшудың чемпионы. Бұл Азия мен Австралияда өмір сүретін, салмағы 100 граммға жуық, қанаттарының ұзындығы 50 сантиметр болатын құс. Бұл жылдамдық жәндіктерді аулауға және жыртқыштардан қашуға көмектеседі. Тік ұшудың патшасы сапсан. Олардың құлдилау кезіндегі жылдамдығы әртүрлі дерек көздерге сәйкес сағатына 300-ден 360 километр. Ең баяу құс валдшнеп. Оның ұшу жылдамдығы тек сағатына 8 километр. Ол қоңыржай және субарктикалық климаттық белдеудің ормандарында өмір сүреді. Олардың негізгі қорегі құрт. Ол үшін жылдам ұшудың қажеті жоқ. Ал қорғаныш камуфляж түсі жыртқыштар мен аңшылардан жасырынуға көмектеседі. Планетадағы ең жылдам балық желкенді балық. Ұзындығы 3,5 метрге дейінгі бұл үлкен балық тропикалық, субтропиктік теңіздерде және қоңыржай белдеудің суларында тіршілік етеді. Желкенді балық сағатына 110 км жылдамдықпен жүзе алады.
Бұған оған мұрнынан өсіп шыққан сүйек көмектеседі. Ол сөзбе-сөз суды кесіп, денесінің айналасында турбуленттік тудырады. Ал турбуленттік қозғалыс жылдамдығын арттырады. Сонымен қатар, бұл балықтарда жүзгіш көпіршік жоқ. Өйткені жоғары жылдамдықта газ алмасу жүйесі ондағы қысымды ұстап тұра алмайды. Желкенді балықтың атауын берген айрықша ерекшелігі, желкен жүзбе арқасымен созылып жатыр. Тез жүзген кезде балықтар денеге оңтайлы форма беру үшін оны бүктейді және тек өткір бұрылыстар жасаған кезде ашады. Ең баяу жүзетін мұхит тұрғыны теңіз аты. Ол тіпті Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Бұл сүйкімді ойыншық балық тропикалық және субтропикалық теңіздерде кездеседі. Әртүрлі ақпарат көздеріне сәйкес, теңіз аттарының бір-бірінен түсімен және көлемімен ерекшеленетін 54-тен 57-ге дейінгі түрлері бар. Ұзындығы бар жоғы 2 см болатын даралары бар. 30 сантиметрге жететіндері де кездеседі. Бірақ кез келген жағдайда олар бірдей өмір салтын жүргізеді. Уақыттың көп бөлігін олар қалың балдырларда құйрығымен бекітіліп, қоршаған ортамен іс жүзінде біргеді. Олар ұсақ шаян тәрізділермен қоректенеді. Теңіз аттарының табиғи жаулары аз. Сонымен қатар олар иіліктеудің шеберлері және жағдайға байланысты түсін өзгерте алады. Егер олар жүзуді шешсе, оның жылдамдығы сағатына 1,5 метрден аспайды. Себеп дененің тік орналасуы және өте кішкентай қанаттар. Сыртқы түрі мен өмір салтының осындай айырмашылығына қарамастан, желкенді балықта теңіз аты да балықшылардың сүйікті нысандары болып табылады. Желкенді балық жағдайында балықшыларды оның көлемі мен үлкен жылдамдықпен қуғандағы адреналин, теңіз аттары кәдесый және таланбас тағам ретінде жиі қолданылады. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.